İtke bilet sata alasыңдар ма пойызға? Анағы бана кісіге справкасы болса, правасы бар деп жатыр. Ау? Жоқ, пойызға адамдарға ғана билет сатылу керек, итке емес, иә? Пойызға сатамыз. Немене, итке ма? Итке справкасы болса, адамдармен қосылып отыра бере ма? Конечно. Бұл қашаннан бері? Правиласы бар. Правиласы бар ма? Намордник, справка вет врача, клетка. Так, құрметті министрлер, мынау вагонның ішінде адамдар мене ме жоқ, иттер мене ме? Соны айтып беріңіз. Мынау кассадағы отырған қыз итке билет сатамын дейді. Россияға жағы кетіп бара жатқан мен мынау екі пассажир итті алып кетуге бола ма деген рұқсат сұрады. Тоқта. Что снимаете? Не надо кричать. Екі пассажир. Мы вам свиньи, что ли, воняем? Жоқ. Онан кейін итті тасуға бола ма дедім. Бұлар үнген айқайлап кетті. Оған деді, не бар? Правила бар деді. Барлық справкалармен біз целый купені жануарларға бере аламыз. Адамдар мінетін вагонның купейнесін Целый бар. жануарға емес, итке бере аласыз, иә? Итке. Иттердің қасында адамдар егелері болады. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Құрметті халқым, құрметті ел жұртым. Біздің ата-бабаларымыз еш уақытта иттің түнеп кеткен жерінде түнемеген. Ол итке жүда бір не болғаныш екендігін сезініп, оларды мүлдем үйге кіргізбеген, сыртта ұстаған. Ал енді басқа бір ұлттағылар бар, үйіне ұстап, оның тұмсығын жалап, әлгіндей басқалап не қылады, біз ондай емеспіз. Енді сөйте тұра, мен бүгін көріп қалдым, бүгін вокзалға Тараз қаласында теміржол вокзалына билет алуға барған едім. Итіне қосып билет сатып жатыр. Демек, жағы әйел Россияға кетіп бара жатқан екен, екі әйел. Сол вагонға итті қоса мінгізіп, сөйтіп кетіп бара жатыр. Бұл неге мұндай болады десем, бізде заңда бар. Итпен бірге итті жағы пойызға мінгізуге, адамдармен бірге тұрғызуға заң бар. Оның жағындай тексерілген болса, аузында жағы торы болса, сол бола береді деп жатыр. Мен енді бұны жағы президенттің және министрлердің, депутаттардың, парламент депутаттардың қаперін айтқым келіп отыр. Бұл қандай бәле болды? Көшенің бәрін ит басып кетті. Мінетін көліктеріміздің бәрінде ит жүрсе, қандай болып кеткеніміз енді, қандай болып кеткеніміз. Енді біреулер айтатын шығар берді. Ит жеті қазынаның бірі деп. Дұрыс, ит жеті қазынаның бірі. Мұнда иттер кірмейді, жеті қазынаның біріне тазы кіреді, тазы. Тазыны аталарымыз бірге тауға алып, үйтіп жүргені болған. Ол жеті қазынаның бірі ит. Мұна аузынан сілекей аққан түрлі түсті иттер жеті қазынаға кірмейді. Сондықтан қазір мінекей вагондарымызға біздің мына бүткіл қоғамдық вагондарда иттер жүргеннен кейін сол вагондардың ішінің барлығы қазір қандала, бүрге, бейіт жағы. Жатсаң, қайеріңді, қасиетіңді білмейсің, бүткіл жерлеріңді қышытып тұратын нәрселер. Бұның бәрі қайдан болды екен деп біз ойлайтынбыз да, мына матрасын бәрі неге бейіт басып кетеді, неге бүрге басып кетеді десе, сол матрастың үстіне ит жатқызып қояды екен, иттен кейін сол матрастың үстіне біз жатады екенбіз. Мына министрлер қайқа қарап отырсыңдар, мына депутаттар заң шығарып жатырсыңдар, тек қана жағы бақпақ гүлді жұлып алып еді біреусі, оған 13 мың не сап жердіңіз, 13 миллион ба, 13 мың ақшамен айыппұл сап жердің. Басқа да бір қазақты қанау, қазақты қинау, одан басқа сендерде бір заң шығару жоқ қой. Осы итті адамдардан бөлік, итің бар ма, итіңді тастап кет үйіңе. Көлікке өзің мінгін, итіңді тастап кетті, бір айтатын адам бар ма екен деймін да. Итің құшақтап алып кіреді, қосақтап. Итпенен бірге адамдар бірге жатады. Сөйтсе жаңа жерде билет сататын әйелдер маған айтты, оның видеосын осы жерге тіркеймін. Біздің заңымызда заңдастырылған, итті пойызда алып жүре беруге болады, бүткіл көліктердің ішінде алып жүруге болады деп, жаңағы бізге түсініктемесін жүргізді. Жаңағы вокзалдағы, Тараз қаласындағы теміржол вокзалындағы билет сатушы әйел, коммерческий екен.
Алдында ол әйел айтты, менің деді осындай жануарым бар деді. Жануар ит те енді басқа. Мен итің бар ма деп едім. Бірденеге жасырып ала қойды. Жоқ, иті жоқ, ештеңе жоқ. Біз өздеріне билет сатып жатырмыз деп. Кейінге мен қоймай қойғаннан кейін жаңағы әйел, билет сататын әйел айтты, осындай итті вагондарға мінгізе береміз, купесіне де мінгіземіз, плацкартына да, адамдармен да бірге қосып жібере береміз деп маған түсіндірме сөздерін жүргізді. Сонда бұл қазақтар қандай қор болып кетті, не болып кетті сонда? Иттермен бірге жағы 4 сөтке, 5 сөтке жағы пойыз жүріп бара жатқан болса, итпен бірге жүріп кетіп бара жатқан болса, қандай болады? Ол иттің сілекейінен қаншалықты аурулар шығады. Иттің мына шығып жатқан нәпасынан қанша аурулар шығады. Иттің сілекейі, иттің жағы иісі дегендер. Бұлардың барлығы жағы біздің 4-5 күн жүріп өтетін вагонымызда жататын болса, біз қандай болған сондалықта? Енді әрине бұл пойызға министрлер мінбейді, депутат мінбейді, президент мінбейді. Бұлар өздері самолетпен жүреді да, самолетпен жүреді. Енді самолетпен жүргеннен кейін бізді қарасын ба? Біз итпен араласып жатуымыз керек па сонда? Осы жақтарын неге қарастырмайсыңдар? Мен осы жағынан видео салып не қылдым? YouTube-қа, TikTok-қа. Қараңыздар жақсылап.